Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын молочная девочка тортын жасаймыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, оны жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сгущенканы салып, оны да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді алдын ала електен өткен ұнымызға бір шай қасық қопсытқыш салып, оны сұйық массамызға салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде сгущенка сияқты, қаймақ сияқты созылмалы масса шығады. Енді осылай формаларымызды алдын ала дайындап аламыз. Мен осылай пергамент қағаздарын форманы бастырып дайындап аламын. 1-2 ас қасық қамырды құйып, формамызға осылай жайып шығамыз. Менде 6 корж шықты. Бұл корждарды 180 градуста 5-7 минут пісіреміз. Бізде осындай әдемі корждар шығады. Өте үлпілдеп, сондай нәзік болады. Енді кремімізді дайындаймыз. Кілегейімізді ыдысымызға құйып, оның үстінен құмшекер қосып, қою масса болғанша әбден миксерлейміз. Менде шамамен 6-7 минут уақыт кетті. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك Осылай миксерлеп болғасын, үстіне творожный сырымызды кішкене өзін миксерлеп алып, кілегейімізді үстіне салып, оны да жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде осындай өте дәмді үлпілдек крем шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Ең астына жылжып кетпеу үшін кішкене крем жағамыз. Мен осындай кольцада жинаймын. Сол кезде біркелкі түп-түзеу торт болып шығады. Әр корждың арасына 2-3 ас қасық кремнен жағамын. Біздің тортымыз өте керемет, сондай дәмді, жүректі қайнатпайтын, өте ерекше торт болып шығады. Бұл тортты одан кейін холодильникте 1 түнге немесе 3-4 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін формадан шығарып, өзіңіз қалауыңыз бойынша оформление жасай бересіз. Астарыңыз дәмді болсын.